Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге бүгінгі биология пәнінің кезекті сабағын бастаймыз. Балалар, өздерің білетіндей, өткен сабақтарымызда өсімдіктің генеративті мүшелері гүл және жемістерді өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта тұқымға тоқталамыз. Тұқым. Өздерің білетіндей, өсімдіктің генеративті мүшесі және тұқым бүршіктен дамитыны белгілі. Сонымен қатар балалар, тұқымды екі топқа бөлеміз. Ал балалар, осы аталған тұқымның түрлеріне тоқталмас бұрын бірінші мысал келтірейік. Мысалға, экранда көрсетілгендей екі тұқымды алайық. Біреуі үрмебұршақтың тұқымы, екінші күріштің тұқымы. Яғни үрмебұршақ өздерің білетіндей фасоль. Осы екі тұқымды алып, суға салдық делік. Бірнеше уақыттан кейін тұқымды судан алып, оларды қауызынан ажыратып көрейік. Қалай ойлайсыңдар, қай тұқымның қауызы оңай ажырайды, қайсысы мүлде ажырамайды? Өздерің палауда жеп жүрген кезде де байқаған боларсыңдар. Күріштің тұқымы оңайлықпен ажырамайды, мүлде ажырамайды десек те болады. Ал фасольдің сыртқы қауызы оңай ажырайды. Сонымен қатар балалар, осы екі тұқымның қайсысы теңде екі бөлікке бөлінеді? Мысалға, күріштің тұқымы екі бөлікке бөлінеді ме? Әлде үрмебұршақтың тұқымы ма? Әрине, оны да сендер білесіңдер, күріштің тұқымы екі бөлікке бөлінбейді, ал фасольдікі ше ол теңде екі бөлікке бөлініп жатады. Бұларды біз не үшін айтып отырық? Себебі біздің қазір айтатын тұқымның екі түрі тікелей осы құрылысына байланысты. Олай болса балалар, біз тұқымды екі топқа бөледі екенбіз. Дара жарнақты және қос жарнақты. Демек, ішіндегі жарнағын саны біреу болса, оны дара жарнақты, ал егерде екеу болса, онда оны біз қос жарнақты деп атаймыз. Олай болса, жарнақ деген не деп түсінбеген боларсыңдар. Сондықтан бірінші кезекте тұқымның құрылысына тоқталайық. Олай болса балалар, бірінші кезекте тұқымның құрылысына тоқталсақ. Тұқымның құрылысы, яғни олар дара жарнақтыда және қос жарнақтыда ұқсас болады, алайда айырмашылықтарда кездесіп отырады. Біріншіден, дара жарнақтыда, қос жарнақтыда тұқымда екеуінде де қауызы, яғни сыртқы қабығы болады. Осы аталған қауыздың негізгі қызметі қорғаныштық қызмет, яғни кеуіп кетуден, сыртқы әртүрлі факторлардан сақтайды. Ал енді ішкі жарнағын қарайықшы. Қос жарнақтыларда жарнағы өте үлкен және екі жарнаққа бөлінген, ал дара жарнақтыларда жарнағы өте кішкене ғана болады. Қос жарнақтыларда жарнағында органикалық заттар жинақталған. Ал дара жарнақтыларда негізгі органикалық зат эндоспермде жинақталған. Демек, дара жарнақтыларда көп бөлігін эндосперм алып жатыр. Бұл оның ерекшелігін көрсетеді. Мінеки балалар, дара жарнақтылардың осы аталған эндоспермде органикалық заттар жинақталады. Ал енді олардың жарнағында ше, жарнағында органикалық заттар болмайды. Ал жарнағының қызметі бағана айтылған эндоспермдегі органикалық заттарды ерітуге арналған сұйықтықты бөледі. Және де дара жарнақты және қос жарнақты тұқымдарда екеуінде де ұрық болады. Ұрықтың өзі үш бөліктен тұрады: алғашқы сабақша, алғашқы жапырақша және алғашқы бүршікшеден. Мінеки балалар, дара жарнақты және қос жарнақты өсімдік тұқымдарының құрылысы сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мінеки балалар, осы айтылған дара жарнақты және қос жарнақты өсімдік тұқымдарына мысал келтірсек, мысалға дара жарнақтыларға бағана айтылған күріштен бөлек жүгеріні, сонымен қатар бидайды жатқызсақ болады. Ал қос жарнақтыларға үрмебұршақтан бөлек қиярдың, не болмаса асқабақ, қауын секілді өсімдік тұқымдарын жатқызсақ болады. Ал енді балалар, осы айтылған тұқымның құрылысындағы ұрыққа тоқталсақ. Ұрықтан өскін пайда болады. Өскін дегеніміз не десек, өскін дегеніміз жапырағы мен сабағы бар жас өсімдікті айтамыз. Ал өскін пайда болу үшін тұқым өнуі қажет. Ал тұқымның өнуі үшін арнайы жағдай қажет. Тұқымның өнуіне қажетті жағдайларға су, ауа және жылуды жатқызамыз. Біріншіден су. Су тұқымның өнуіне, шығымдылығын сақтауға, сонымен қатар бүртуіне қажет. Судың қажет мөлшері олардың сыртқы қабатына байланысты. Яғни сыртқы қабаты қауызы неғұрлым қатты жылтыр болса, онда су баяу сіңеді деген сөз.
Судың сіңуі тұқымның ішіндегі крахмалдың, нәруыз секілді органикалық заттардың болуына байланысты. Яғни су сіңгеннен кейін органикалық заттар еріген күйге айналады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Тұқымды біз кез келген мезгілде жерге себе береміз бе? Мысалға, қыстың күні жерге тұқымды сепкенін көргенсіңдер ме? Әрине жоқ. Қыстың күні суықта жерге тұқымды сепсек, онда одан өсімдік пайда болмайды. Ол үсіп кетуі мүмкін. Өздерің білетіндей, ерте көктемде немесе күн жылған уақытта біз тұқымды жерге сепкенін байқаймыз. Не себепте ойлайсыңдар? Әрине ол жылуға байланысты. Мысалға, ерте көктемде температура топырақта 1-5 градус болған кезде біз арпа, жүгері, бидай секілді астық тұқымдарды немесе асбұршақ секілді бұршақ тұқымдастарды отырғызуымызға болады. Ал жүгері мен күнбағысты 10 градусқа көтерілген кезде, ал 15 градусқа көтерілген кезде асқабақ, қауын, қияр, күріш секілді өсімдік тұқымдарын себе аламыз. Демек, балалар, өсімдік тұқымының өну үшін де жылу қажет екен. Сонымен қатар балалар, тұқымның өнуіне ауа да қажет. Әрине, егер ауа болмаса, оларда тыныс алуы нашарлап, ары қарай дамымас еді. Және де балалар, естеріңде болсын, тұқым өнген кезде ең алдымен тамыршасы жерге тарап, одан кейін барып, оның бүршікшесінен жоғары қарай жапырағы пайда болады. Яғни балалар, өздерің көріп отырғандай, өсімдік өсіп шығу үшін бірінші тұқымға жағдай жасауымыз қажет екен. Және де ұрықты қоректік заттармен қамтамасыз ету үшін қоректік заттар еріген күйге айналуы қажет екен. Және де біріншіден сыртқы қабаты жарылғаннан кейін ұрықтың тамыршасы топыраққа бекінеді, содан кейін топырақтан биорганикалық заттар, яғни минералды тұздар мен суды сіңіреді. Содан кейін барып бүршікше топырақтың бетіне шығып, одан жапырақша пайда болады. Және балалар, естеріңде болсын, тұқымшадан, егер де ол қос жарнақты өсімдік болса, бірінші негізгі тамыры дамиды. Ал дара жарнақты өсімдіктерде қосалқы тамырлар дамып отырады. Ал балалар, сендер дара жарнақтылардан неге негізгі тамыр шықпайтынын жақсы білесіңдер. Себебі біз оны тамырда айтқан болатынбыз. Яғни қос жарнақты тамырлардың жүйесі кіндік тамыр жүйесі болғандықтан, оларда негізгі тамыр қалыптасады. Ал дара жарнақтыларда шашақ тамыр жүйесі болғандықтан, оларда негізгі тамыр жоқ. Сондықтан олардан жанама тамыр тамиды. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.